қызлар, бүгін сіздер менен біргелікте біздер Қарақалпақ халқының қадыриятларының бірі болған қари бойынша түсінік беріп өтпекшімен. Бұл біздердің миллилігімізді көрсететұғын бұрыннан әулеттен әулетқа кетірған қариіміз біздердің мақтанышымыз. Бұл жақында осы қариіміз біздердің ЮНЕСКО-ға кіріп, дүния жүзіне белгілі болды. Бұл біздердің һәм сіздердің келешек жастары болған, келешек әулиеларымыз болған сіздердің һәм мақтанышыңыз болып есептелінеді. Менің қолымда қаридің қазір макеті деп есептелінеді. Бұл өзі болмаса да сіздерге сол қари туралы айту үшін мен осы макетті әкеліп тұрмын. Қарилер бірнеше түрлерге бөлінеді. Бұлар 6 қанатлы, 8 қанатлы, 12 қанатлы болып, 3 түрлерге оннан да көп болып түрінеді. Бұрын Қарақалпақ халқы қай жерге көшіп қонып жүрсе, шаруаларымыз бұл осы қариді тігіп, осылардан үй есабында пайдаланған. Олар сода отырған, кезлер менен жауып, ішін жылы етіп, ішіне от жағып, сөйтіп отырған. Әзірлері бұл қариді бұрынғыдан кейін бұл тоқтап қалып еді бір. Енді қайтадан және мінекей жас әулиеларға сондай бір келешегімізді болған жастарға бір қариді түсіндірейік. Бұның мәнісін деген ниетпенен қайтадан миллилігіміз қолға алды. Біз президентімізге жүдәйім көп сіздердің атыңыздан, өзімнің атымнан рахметлер айтамын. Себебі біздердің қалып бара тұрған қадіриятларымыз болған қариімізді қайтадан дүнияға көрсетіп, дүнияға таратып атырған. Бір қари 6 қанатлы, 8 қанатлы, 12 қанатлы дедім жаңа. Қаридің мынау бас төбесіндегі шаңырағы көріп тұрған деп шаңырақ деп аталады. Одан төмен міне жерде былай жіңішке имейіп мынаған бекітілетін жері бар, бұл уық деп аталады. Енді мына төменде және деп тұрыпты мынау ши деп аталады, сыртынан тұтқан. Бұның ішінде кереге деп аталатұғын соғылған заты бар. Бұл бір-біріне байланып, дөңгеленіп, тігіледі. Мынау сіздердің міне көріп тұрған есігіңіз, ергенек деп аталады. Сіздер есік деп ергенек деп аталады. Мына жерде міне есік қасы болады екі жағында. Мына нағыз, қыздар менеке көріп атырсыз ба? Мына нағыз есік қас деп аталады. Менеке көріп тұрған болсаңыз. Енді осы қаридің біздер айтып атырған шаңырағының төбесінде түңлік деп аталады. Түңлікпен ашылып, жауылып, іші көрініп, күн түсіп тұру үшін ашады, кеште жауып қояды оны. Онан соң мына жерде ақ болып тұрған бұл үзік деп аталады. Үстіне жауылатығын үзігі деп аталады. Бұл киізден істеледі, оның сырты мынандай ақтауарменен қапланады. Енді жаңағы айтқаным мынау ши. Енді бұлардың біздер не үшін қариді сіздерге айтып жатырмыз. Біздер қол өнері болған қаридің баушыларын тоқуымыз керек. Соны не үшін тоқимыз? Қариді бекемлеп, біріншіден нағыз сұлу көрініп тұру үшін, екіншіден бұл қариді бекем ұслап тұру үшін. Соның үшінде бұл тоқылған біздердің қаридің әнжамлары деп айтылады, болмаса безеулері дейді, ямаса құрлары дейді. Енді келің мінеке қызлар, жаңа қаридің дүзілісі бойынша айттық, оның шаңырақтағы деп, енді солардың әнжамлары бойынша айтамыз. Қаридің әнжамлары дегенде қайсы нәрселер түсіреміз? Міне қазір сіздер көріп тұрғаныңыз, мына жерде осы қаридің әнжамлары болып есептелінеді. Мына қаридің ішіне тұтылатығын құры, бұл қызыл құр деп аталады. Бұл қызыл құрдың ішінен тұтылады қаридің да, ең төрінде нақысы болып айқасып тұтылады. Бұдан басқа да міне көріп тұрғаныңыздай жасыл құр, аяқта көк құр деп аталып, ішінде сол құрлардың барлық нағыслары әр түрлі болып келеді. Әзір мен мына қолымдағы құрдың, сол қаридің ішіне тұтылатығын құрдың ұзынлығы 12 метр, ені 20 сантиметр болып тұтылады. Бұл бітіп тоқылып болғаннан кейін бұл қаридің ішіне нағыз орнына тұтылып, безеу орнына пайдаланылады. Енді бұл құрларды тек бұл қызыл құр ғана болып қоймастан, енді жаңағы ұстап тұрған қариді көрдіңіз, ақ құр деп аталады. Бұл сыртынан тұтылады, ең үстінен айқасып, 3 данадан 6 данасы тұтылып, айқасып, нағыз болып түседі. Сонда қаридің іші сырты сұлу болып тұрады. Неге со қарилер бар. Бұлардың нағысларының атларын ендігі сабақларымызда сіздерге айтып өтіп түсіндіремін. Енді мынау жасыл құр деп аталады. Мінекей бұл жасыл құрды
мына екі қызыл құрдың ортасына тұтылады. Қара үйдің нақысының сұлу болып тұруы үшін міне бұл нақыслы жасыл құр болып аталады. Жасыл құр һәм нағысы бұның қос мүйіз деп аталады. Не үшін бұл аталған дегенді ендігі сабақларда жүдә кеңінен түсіндіремін. Енді бұл ұсындай сабақ, бұлардың реңлерін өзгертіп алуға болады. Мысалы, көбінесе біздерде Қарақалпақ халқында қара сабақ пенен қызыл сабақтан тоқылынады. Ал енді келешек әуладларымызға сұлу, бұдан да сұлуырақ, бұдан да жақсырақ болып көріну үшін олардың қалеген реңі менен тоқылып барады. Қалесеңіз қандай, мысалы, жасыл бола ма, қызыл бола ма, өздеріңіздің қалеуіңіз бойынша тоқып алсаңыз болады. Бұдан басқа да құрлары бар бұның. Әр қара үйге, бір қара үйге мына құрдан 6 кетеді. Онан кейін қызылдан іште және 8 данасы кетеді да тұтуға. Сол 8-ден басқа және бұл қара үйдің ішінде қызыл басқұр деген болады. Бұның ені 60 сантиметр болады да, ені. Өзі ұзынлығы 18-22 метрге дейін барады. Онан соң ақ басқұр дегені бар, мынадай болады, оның нағыслары басқаша. Мындай болыпты, олам ұсындай болып тұрады, бірақ мына аралары жиі болып түседі. Бұл ақ басқұр деп аталады. Бұл да қызыл басқұрдың үстінен тұтылатығын затлар. Нағысларда, былайынша айтқанда, қара үйіміздің сұлу, көркем болып тұруы үшін, және қара үйді дауыл, самал болып кетеді ғой. Сол дауыл, самалларда қара үйіміз құлап кетпеу үшін, бекем ұслап тұруы үшін пайдаланылады. Қара үйдің сыртына шилер тұтылады, оны білесіз. Сол шидің алды бетіне бұрын нағыслы шилер болған. Мысалы, тұтылатығын же ши деген болған. Бұл мынадай реңлі сабақлардан тоқып, кемпір апаларымыз тоқыған. Әзір енді бұл сіздерде жастарға өтіп атырыпты. Қызларымыз сол шидегі нағысты салып, өзі тоқуға әрекет етіп атыр. Міне сіздерменен біздерім ұсыны үйренуге қалесе әрекет етеміз. Қос мүйіз дегенде мүйіздей болып тұрыпты. Бұл не үшін бүйтіп аталған? Біздер бұрын бұл ата-бабаларымыз, кемпір апаларымыз бұны тоқығанда хайуанатлардың мүшесінен алынып тоқыған. Мүйізге ұсап тұрыпты депті, қойдың мүйізіне ұсап тұрыпты депті. Сол екі мүйіз. Мынау енді қадімгі гүлдің ашылған уақытына ұсап тұрыпты да, гүл нағыз деп аталатығын. 1, 2, 3, 4, 5, 6 мынадай роза гүл болып шығып тұрады ғой, қадімгі екен гүл, соған ұқсатып тоқыған бұны. Соның үшін міне мынау қасындағы жасыл менен қызылдан тоқылған бұл сулама нағыз деп аталады. Бұл сулама дегені, сіздер сулама деген сөзді ойынша естіген жоқ шығарсыз. Бұл мынадай қисайыңқырап тұрған затты айтады да, сулама деп айтылады. Бұл сулама нағыз болады. Мынада екі қос мүйіз деп аталады. Бұл жерде де екеуден жүреді. Сол екеуден деп тоқып болып, роза гүлге ұсаған гүл шығады бұдан. Енді жаңа сіздерменен қара үйдің құрлары туралы айттық. Сол құрлардың енді қалай тоқылуы, оны қолымызбенен қалай тоқимыз дегенді мен айтамам. Мынау қара үйдің жаңа сырт ішінен айқастырылып құрлар тоқылады деп күніменен көрсетіп сіздерге айттым. Енді осы құрды қалай тоқимыз, соны көрсетемін да сіздерге. Біздердің тоқып атырғанымыз құсқанат деп аталатығын құр. Мынау сол құрларды тоқитығын, қағып тоқитығын қылыш, мына тергіш, мынау адарғы, мынау тартқы ағаш деп аталады. Мынау арасында өткеретұғын арқауымыз деп аталады. Енді мен өзім сіздерге міне 1-2 рет көрсетіп атырман, қалай тоқылу жөнінде. Сіздер үйренгеніміздей, қызларымыздың біреуі бұны әзір бір шәкіртіміз тоқып көрсетеді. Шетінап кетесің ғой бір қызылға.
Қызлар, біздер күніменен мінекей сабақ барысында Қарақалпақ милли болған қарүй туралы түсіндірілді сіздерге. Бұл қарүйдің безенулері айтылды. Мінекей қызылқор, аққор, ақбасқор, қызылбасқор депті. Осы өткен сабағымыз, міне өзіңіздігінен бірге отырған, оқып атырған кластың қызы шәкіртіміз келіп тоқып көрсетті, мінекей со құрды. Енді сабақлардан бастап сіздердің әрбір қайсыңыз осы құрды тоқуды үйреніп, біздерменен бірге біліп бара береміз. Енді бүгінгі өткен сабақлар сіздерге ұнады ма? Сабақтағы түсінік бергеніміз қалай, жақсы тәсер қалдырды ма? Өздеріміздің Қарақалпақ қарүйінің миллилігін естіп, жүдә бір сіздерге қуаныш бағышлады деп ойлаймын. Ендігі сабақларымызда да және құрлардың нақысларын, атамаларын сіздерменен біргелікте үйреніп, және тоқып баруға әрекет ете береміз.